Қабірден қорқу. Өлгенде қабірге түсетіндігінен қатты қорыққан бір бай қайтыс боларының алдында былай деп өсиет қалдырыпты: кімдегім мен өлгенде қабіріме бір түн қонып шықса, сол адамға байлығымның тең жартысын қалдырамын. Айтқандай-ақ көп уақыт өтпей бай қайтыс болыпты. Байды қабірге қоярда оның өсиеті бойынша жақындары қабірге бірге қонып шығатын адам іздестіріпті. Бірақ онымен бірге барып қонуға ел ішінен ешкімнің жүрегі дауаламаса керек. Бұған елдің жүгін тасып күнелтіп жүрген бір құлаш арқаннан басқа түгі жоқ сіңірі шыққан бір кедей ғана көніпті. Әлгі кедей баймен бірге қабірге түсіп жатады. Кеш бата ел аяғы саябырсығанда екі періште келіпті. Келген періштелер қабірдегі екеуге қарап: мына жерде екі адам жатыр екен, біреуі өлі, екіншісі тірі. Өлісі қайда қашар дейсің, кел, тірісінен жауап алайық деп, кедей байғұсты бүкіл өмір бойғы істеген тірліктер үшін жауапқа тартса керек. Мына арқанды қайдан алдың, онымен не істедің, қашан, қай жерге не апардың, ол өзіңдікі ме, өзгенікі ме деген сұрақтарға жауап берумен пақыр екең таңдатырыпты. Бір ғана арқанға жауап берем деп қиналған кедей байғұстың есі шығып, үсті басы әбден қара терге малшыныпты. Бір ғана арқанның есебін бере алмай есі шыққан ол ертесі өзін байдың жарты байлығына ие болдың деп құттықтай келгендерге: ойбай-ау, мен түгім жоқ тақыр кедей бола тұра бір ғана арқанның есебін бере алмай таңды көрер көзбен әрең атырып әбден сілікпем шықты. Сендер маған қалайша сонша байлыққа ие бол дейсіңдер? Қой айналайын, ондай байлықтың керегі жоқ, аулақ деп азар да безер болып ат-тонын ала қашқан екен.